Біздің ғалымдарымыз айтады, сол манағы әншілерді көрген кезде оларды ұнатып, ой, бұл кейбіреулер солармен кездесу үшін шетелге барады, жаңағы Барселонаға, Мадридқа барады. Сосын олармен көріскен кезде бітті, ана кезде шок состояние, қалып қалып отыр біреулер. Оның қолын ұстаса болғыдан бақыт басын жады жоқ. Суретке түседі. Ой, мен сен алар емеспін. Субханалла. Бірақ сіз момын мұсылмансыз. Сіз түсінесіз бе? Сіз күнде 5 рет Алламен кездесесіз. Алланың алдында тұрсыз. Құдіреті күшті болған, ұлық болған, нағыз жақсы көруге лайықты болған, тануға лайықты болған. Алланың алдында тұрсыз. Бірақ Алланың алдында тұрып, шіркін Барселонаның составын ойлап отырсың. Алланың алдында тұрып, өзге біреуді ойлап отырсың. Алланың алдында тұрып, анау телевизордегі сериалға асығып отырсың. Алланың алдында тұрып, субханалла, не бұл? Біз кімнің алдында тұрмыз? Біз сол нәрсені не істеу керекпіз? Бағалау керекпіз ғой біз керісінше. Ал пайғамбарымыз Құдаймен бітті, намазға кірген кезде Бақара, Али Имран, Ниса, Маида кетеді. Сол кезде оның жанында намаз оқыған сахабалар Абдулла ибн Мас'удтың өзі айтады. Не дейді? Пайғамбардың жанында тұрдым дейді, намаз оқып жатты дейді, жанына келіп тұра қалдым дейді бір кезде. Сөйтіп жіберді дейді, Бақара кетіп жатыр, жаңағы Али Имрандар ұзақ сүрелер. Ұзақ тұрды дейді, менің басыма ой келіп жатыр дейді, кетіп қалайын ба, неге тұрдым, топ. Пайғамбар бір кезде рукухқа кетіп қалды дейді. Рукухқа бардық қой. Пайғамбар қиямда қалай тұрса, рукухта солай ұзақ тұрды дейді. Намазды бітірдік, соңға дейін әрең оқыдым. Сөйтіп пайғамбар екі жаққа сәлем берген, мен көріп қалды дейді. Ойбай, Абдулла, айтпадың ба, білдірмедің ба, кішкене қысқарақ оқитын едік қой деген сияқты пайғамбарымыз әңгіме айтып жүрді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи аяғы ісетін, өйткені ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аяғын ісуіне разы, бірақ Алла разы болса болды да. Көзінің ісіп кетуіне разы, бірақ Алла разы болса болды да оны. Сәждеде жатуына разы, Алла менімен разы болса болды да. Ол намазды ол Құдайдың алдында парыз болғаннан кейін оқиды. Екіншіден, ол Алла субханаху ва тағаланы жақсы көріп, соған мінәжатын айтқысы келе береді, сөйлескісі келе береді. Сүйіктіңізбен көбірек сөйлескіңіз келеді ғой. Біреу жақсы көрсін, келеді. Субханалла, сол себепті Алланы жақсы көрген адам міндетті түрде не істейді? Мынау негізі намаз деген сала деген сөзде шығады. Араб тілінде звондау, байланысу, иттисал, осы неден шығады? Сөзден шығады. Демек, негізі сола деген сөздің негізгісі, мағынасы сола байланыс. Кіммен? Алламен байланыс. Бір досыңды жақсы көріп қалсаң, не істейсің? Звондайсың. Алыста жүрсе звондайсың. Сағынып кетсең звондайсың. Бауырым, қалайсың? Алыста жүрсе, Алланы сағынасыз ба? Айтыңызшы, дәл сондай сағынышпен намазға келесіз ба? Бұл жерде нағыз махаббат, Аллаға деген махаббат болу керек. Міне сағынышпен намазға кіріп жатсыз да. Аллах субханаху ва тағаламен қазір бір хадис оқимыз. Сол кезде айтылады, Алла тағала бір құлын жақсы көрсе дейді да. Яджалу лаху асала дейді да. Оған асала деген нәрсені істейді дейді. Сол кезде сахабалар сұрады дейді. Я Расулалла, ма хуа асала? Асала деген не дейді? Алла тағала өзінің құлын жақсы амал істеп жатқан кезде жанын алып кетеді дейді да. Намазда, оразада, қажылықта, әйтеуір бір жақсы зікір үстінде, Құран оқып отқан кезде, сондай кезде жаныңызды алады да. Сондай кезде жаныңызды алады. Меккеге
барған кезде сәждеге барып сәждеден жатып тұра алмай қалған адамдарды көресің. Ол жерде ешқандай жүрегің ауырмайды, тек қана жылайсың да, шіркін осындай маған да Алла Тағала өлім берсе ғой деп. Меккеде намаздың үстінде қайтыс болып кетеді. Ауыз бекіткен күйде, ораза ұстаған күйде, мен бір досым 5 уақыт намазда ауыз бекітіп ораза күйінде қайтыс болып кетті өзі. Сондай тақуа жігіт еді өзі. Қаншама осындай адамдар бар. Абдул-Басит деген қарилар Құран оқып жатқан кезде қайтыс болып кеткен. Құран оқып жатқан кезде қатты күшеніп қойған, сол кезде мына кездегі тамырлары айтады атылып, шыдамай кетіп қайтыс болып кеткен. Не бір имамдар бар, хутба оқып жатып қайтыс болып кеткен да, хутба оқып жатып, уағыз айтып жатып кетіп қалған да. Шейх Мұхаммед Саид Рамадан Аль-Бути мешітте сабақ беріп жатқан кезде бір адам келіп не істейді, аттырып жібереді. Сабақ беріп жатқан жерінен қайтыс болып кетті да ол кісі. Ал біз Алладан сұрау керекпіз да. Иннамал аъмал бил хаватим дейді екен, пайғамбарымыз Бұхарида келетін хадисте. Амалдар соңғы амалдармен өлшенеді деп айтқан. Аллах субханаху ва тағаланың мейірімділігін еске алып, Алла Тағаладан қорқып, осындай амалға барғаннан кейін шынымен де жүрегі жібіген адам ол Алла үшін жылай бастайды. Алла Тағаланы еске алып жылау деген ол үлкен нығмет. Кезінде бір ұстазымыз айтатын еді. Қазір де сабақ беріп жатыр ұстазымыз. Сол айтады, Алла Тағаланы еске алып отырып, намаздың үстінде болсын, Құранның үстінде болсын, дұғаның үстінде болсын, жылау, ол нәрсеге ешқандай нәрсе жетпейді. Адам сол кезде иманның ләззатын сәл сезе бастайды. Алладан қорқып, Алланы еске алып, Алланың нығметіне шүкіршілік етіп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бірнеше соған байланысты хадистері бар еді, бауырлар. Соларға тоқталып өтсек. Пайғамбарымыз айтады: لا يلج النار رجلا بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Біз ол хадисті айтқанбыз. Қандай да бір адам Алла Тағаладан қорқып көзінен жас ағызатын болса дейді, ол адам дейді, сиырдың сүті омырауға қайтадан емшекке оралмайынша ол адам тозаққа кірмейді дейді. Яғни пайғамбар айтқысы келіп отқаны, Алладан қорқып жылаған адам қашан тозаққа кіреді? Сиырдың емшегінен шыққан сүт қайтадан сол кіреді ғой обратно. Сол кірген кезде ғана ол адам тозаққа кіреді дейді. Бұны араб тілінде кинаяту ан истихала дейді. Бұл ешқашан болмайтын нәрсе да. Ол ешқашан қайтып бармайды ол. Демек, Алла деп жылаған адам ешқашан тозаққа кірмейді деген сөз да. Басқа бір хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам 7 түрлі адам жайында айтады. Сабатун юзиллухумуллаху фи зиллихи яуму ла зилла илля зиллихи деп келетін хадис бар. 7 түрлі адам бар. Ешқандай көлеңке болмаған кезде Алланың аршысының көлеңкесінде болады дейді. Соның біреуі рожулун закараллаха халиан фафадат айнах. Адам Алламен бірге бір қалған кезде Құдайды еске алып көзінен жас ақса дейді. Бауырлар, байқадыңыздар ма? Алламен бірге бір қалған кезде да
Ана жалғыз қалып қоясың ғой. Я Раббым деп сол кезде жылайсыз ғой. Ешқандай рия ішіңде көрсетпей шығатын жас бар ғой бір. Сондай жас Құдайдың құзырында өте үлкен бағалы. Но жүректі жібіту керек сол үшін. Жылайын десең жылай алмайсың ғой. Жылайын десең жылай алмайсың. Бір кісі айтқандай, естіген едім дейді. Баяғыда қажылыққа барған кезде барлығы жылайды. Қағбаны көрген кезде жылайды. Мен қажылыққа барған кезде білмеймін, бүкілі жыладым. Мен жыламаймын, сорлы бейшара. Көзімнен жас ақпайды. Сөйтіп бір кезде жыладым дейді. Бірақ не үшін жыладым? Жылай алмағаным үшін жыладым дейді. Абу Бакр радиаллаху анху да айтатын еді, намазда тұрып жылаңыздаршы, жылай алмасаңыздар, жылай алмағаның үшін жылаңызшы дейді. Ал ол да болмаса, жылағысы келіп тұрған адамның кейпін көрсетіңізші дейді. Бірақ енді соны да көрсете алмасаңыз, онда жағдай қиын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллама тағы да бір хадисте Хасан риуаятпен келеді. Лейса шейун ахабба илаллахи мин қатратайни ва асарайни дейді. Екі түрлі тамшы бар, екі түрлі әсер бар. Алла тағалаға сол екі тамшыдан, екі әсерден сүйіктірек, сүйкімдірек нәрсе жоқ дейді. Ол не нәрселер? Ад-думу' мин хашьятиллах ва ад-думу' фи сабилиллах. Екі тамшы деп тұрғаны Алладан қорқып, көзіңізден бір тамшы ақса дейді. Екіншісі Құдайдың жолында жүріп, бір жеріңізден бір тамшы болсын қан ақса дейді. Мысалы, елді қорғайын деп. Я Құдай деп жүріп, бір тамшы қан болсын, үлкен нәрсе да. Енді қараңыздаршы, Алладан қорқып жылаған, қорқып жылайсыз, сол кезде жас шығады ғой, сол бар ғой, Алланың құзырында ең сүйікті жас болып тұрады. Оның сүйіктілігі соншалықты, манағы бір жаспен Алла тағала сіздің бүкіл күнәңізді өшіріп жіберуі мүмкін. Өйткені неге? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар. Мынау Алланың жолында тамған бір тамшы қан болады ғой, сол қалай жерге тамады, сонымен барлық күнәм кешіріліп өтеді. Бірақ Алладан жылау, Алладан қорқып тұрып жылау, ол одан да артық, бауырлар. Сол үшін бір ғалым айтқан екен, Алла деп жылау мен үшін үлкен таудай алтын садақа бергеннен де артық дейді. Қайсын таңдайсың? Таудай садақа бересің ба? Әлде көзіңнен бір екі тамшы шаш шығарасың ба десе, соны таңдайтын едім деп айтады. Ал екі әсер, әсарун фи сабилилла, әсарун мин фараидилла дейді. Біріншісі әсер, манағы Алланың жолында жүрген кезде күрескеннен, манағы нелер, әсерлер болады ғой, бір жарақаттап кеткен, біреу кесіп кеткен, бір жеріңе жаңа садақ кіріп кеткен ба, Құдай біледі. Сондай әсерлер ол Құдайға сүйікті болып тұрады. Ол жұрттарға сүйкімсіз шығар, сен бетіңде шыраң бар деген дейді. Ал Құдайдың құзырында сүйікті. Біреудің қолы жоқ шығар, соғыс ардагерлеріміз бар біздің. Жұрттар айтады шығар, мынан қолы жоқ деп. Бірақ Алланың құзырында ұлық оның дәрежесі. Түсінікті ғой. Енді екінші әсер не дейді? Алланың парызын орындайын деп алған әсерлер. Мысалға, Рамазанда ораза ұстаймын дейсіз, аузыңыздан жағымсыз иіс шығады, оразаның әсері. Қажылықты орындайын дейсіз, шаршайсыз. Бетіңізге қарай шаршап кеткен адамның әсері қажылықтың әсері шығады. Намаз оқыған адамның маңдайында іздер пайда бола бастайды.